Ассаламу алейкум қадірменді көрермендер. Біліп жүр арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз хабарымызда Ислам әлеміндегі ядролық қаруға ие жалғыз мемлекет Пакистанның қарулы күштері жөнінде әңгіме қозғамақпыз. Ендеше кеттік. Пакистан қарулы күштері ел халқы арасында өте құрметке ие. Олар шекараны қорғағаны үшін ғана емес, сонымен бірге әскери күштер адамдарға барлық төтенше жағдайлар кезінде көмектеседі. Жер сілкіну, су тасқыны және басқа да табиғи және техногендік апаттар кезінде. Пакистанның жасыл ақ туын қорғауға ант берген жауынгерлерді қарапайым халық жоғары бағалайды. Пакистанның қарулы күштері әскер саны бойынша әлемде 7-ші орында. Бұл елдің тарихында ол бірнеше рет демократиялық жолмен сайланған үкіметті құлатып және өзінің жоғары қолбасшылығының өкілдерін билікке әкелгендігімен де танымал. 1947 жылы британдық Үндістанның бөлінуінен кейін бұл ел 6 танк, сондай-ақ 8 артиллерия мен жаяу әскер полктерін өз қарамағына алды. Сонымен бірге бұл елдің қарсыласы Үндістан әлдеқайда күшті армияға ие болды. Оған 12 танк, 21 жаяу әскер және 40 артиллериялық полк кірді. Сол жылы Үнді-Пакистан соғысы басталады. Бұл соғыстың шығу себебі Кашмирдегі дау-дамай еді. Бастапқы бөлімде бұл аймақ Үндістанның қарамағына өтті. Пакистан үшін бұл аймақ өте маңызды болды. Өйткені Кашмирдің халқының көпшілігі мұсылмандар болатын. Біріккен ұлттар ұйымының араласуының нәтижесінде Кашмир бөлінді. Пакистан осы тарихи князьдіктің солтүстік батыс аудандарын алды, ал қалған бөлігі Үндістанға өтіп кетті. Кашмирдегі соғыс қарулы күштердің ұлттық кадрге мұқтаж екенін көрсетті. Өйткені британдық Үндістан тәуелсіздік алған кезде олардың командалық құрамының көп бөлігін ағылшындар құрады. Бөлінгеннен кейін олардың бір бөлігі Пакистан армиясында болды. Қарулы қақтығыс кезінде екі жақтағы ағылшын офицерлері бір-біріне қарсы соғысқысы келмеді. Сондықтан олар жоғарғы басшылықтың бұйрықтарын орындаудан көп жағдайда бас тартты. Осындай қауіпті жағдайды көріп, Пакистан үкіметі өз әскерін жергілікті тайпалар мен халықтардың кәсіби кадрлермен қамтамасыз ету үшін көп жұмыс жасады. 1954 жылы Карачи қаласында Америка құрама штаттары мен Пакистан өзара әскери көмек туралы екіжақты келісімге қол қойды. Осы келісімнің сондай-ақ Ұлыбританиямен қарым-қатынасқа қатысты ұқсас құжаттың нәтижесінде ел айтарлықтай қаржылық және әскери көмек алды. 1958 жылы Пакистан армиясы қансыз төңкеріс жасап, нәтижесінде генерал Аюб хан билікке келді. Оның билігі кезінде Үндістан мен шиеленіс күшейе түсті. Шекарада атыс жиілеп кетті. 1965 жылы Пакистан армиясы Гибралтар операциясын бастады. Оның мақсаты мұсылмандар қоныстанған Кашмир провинциясының үнді бөлігін өзіне қарату болды. Ол толыққанды соғысқа айналды. Ол біріккен ұлттар ұйымының араласуынан кейін тоқтатылды. Оның делдалдығы Ташкент декларациясына қол қоюға әкелді. Бұл құжат екі жақта ешқандай аумақтық өзгеріссіз соғыстың аяқталуын белгіледі. Жоғарыда айтылғандай, Пакистан армиясы сарбаздар мен офицерлердің саны бойынша әлемде 7-ші орында. Оның саны шамамен 617 мың адамды құрайды. Ал резервте 515 мыңға жуық адам бар. Қарулы күштер еріктілер негізінде 17 жасқа толған ер адамдармен жасақталады. Пакистанның құрлық әскерлері жер үсті әскери операцияларын жүргізуге жауап беретін Пакистан қарулы күштерінің ең көне және көп бөлігі. Пакистанның құрлық күштері 1947 жылы Үндістан бөлінгеннен кейін Пакистан тәуелсіздік алған кезде пайда болды. Қазіргі уақытта әскерлерді генерал Раил Шариф басқарады. Құрлық әскерлері кәсіби негізде жасақталады. Әскер саны 550 мың адамды құрайды. Пакистан конституциясында жалпыға бірдей әскери міндеттілік туралы ереже бар. Бірақ бұл ереже ешқашан қолданылмаған. Пакистан құрлық күштерінің құрамында 2 танк дивизиясы, 19 механикаландырылған дивизия, ядролық зымырандары бар 2 артиллериялық дивизия, 7 жеке және танк бригадасы, 6 жеке механикаландырылған бригада, 9 артиллериялық бригада, 7 инженерлік бригада бар. Пакистан құрлық әскерлерінің стратегиялық күштерінің қолбасшылығы жердегі ядролық зымырандарды басқарумен айналысады. Құрлық күштері стратегиялық күштерінің қолбасшылығына 21
және 22-ші артиллериялық дивизия кіреді. Дивизиялар кіші және орта қашықтықтағы Гаури, Газнави, Шахин, шахталық баллистикалық зымырандарымен және кіші қашықтықтағы Абдали және өздігінен жүретін зымыран кешенімен қаруланған. Сондай-ақ Пакистанның стратегиялық күштері Гаури баллистикалық орта қашықтықтағы зымыранымен қаруланған. Ол 30 данасы бар және Хатф 2, бұның қанша екені белгісіз, орта қашықтықтағы баллистикалық зымыран. Сондай-ақ Газнави баллистикалық зымыран орта қашықтықтағы 30 данасы бар. Абдали баллистикалық зымыран жақын қашықтыққа ұшатын. Бұның да қанша данасы бар екені белгісіз. Сондай-ақ Хатф 1 тактикалық зымыран 105 данасы бар және Бабур қанатты зымыран. Бұның да қанша данасы бар екені белгісіз. Сондай-ақ Пакистанда бірнеше ондаған ядролық оқтұмсық бар деген болжам бар. 1998 жылғы 28 және 30 мамырда Пакистан Шағай полигонында қуаты 12-ден 45-ке дейінгі, 2-ден 7-ге дейінгі ядролық жарылғыш құрылғыларды сынақтан өткізді. Стратегиялық ядролық күштер ұлттық қорғаныс кеңесінің басқаруында. Пакистанның құрлық әскерлері 5745 бронетранспортерлерден, 3490 танктерден, сондай-ақ 1065 өздігінен жүретін және 3197 сүйретпелі артиллериядан тұратын қару-жарақтың кең спектрін пайдаланады. Пакистанның әскери әуе күштерінде 65.000 сарбаз бен офицер қызмет етеді. Оның ішінде 3000-ы ұшқыш, шамамен 589 тікұшақ пен 1531 ұшақ бар. Пакистанның әскери теңіз күштерінде шамамен 24.000 персонал бар. Алтағы 5.000 адам резервте тұр. Әскери теңіз күштерінің құрамына әскери теңіз күштерінің шағын бөлімі және Пакистанның ерекше экономикалық аймағын қорғайтын 2000-ға жуық әскерилендірген жағалау күзеті кіреді. Әскери теңіз күштеріне арнайы мақсаттағы командос тобы, сондай-ақ Карачи қаласында орналасқан теңіз бөлімшесі кіреді. Арнайы күштердің жауынгерлері мен теңіз жаяу әскерлері 2000-ға жуық жеке құрамды құрайды. Елдің әскери теңіз күштері 11 заманауи фрегаттан және 8 суасты қайығынан тұрады. Пакистан Біріккен ұлттар ұйымы бітімгершілік миссияларының 5-ші ірі қатысушысы болып табылады. Пакистанның 6000-нан астам әскері Біріккен ұлттар ұйымының бітімгершілік миссияларының құрамына кіреді. Пакистан армиясында өз-өзіне қол жұмсау деген жоқ және ешқашан болған емес. Әлемнің көп мемлекеттерінің әскерлерінде өз-өзіне қол жұмсау бұл алаңдатарлық шындық болып отыр.
Пакистан Ислам Республикасы қарулы күштерінің жоғары бас қолбасшысы Пакистан әскери саяси бағытының және қарулы күштер құрылысының негізгі бағыттарын айқындайтын, сондай-ақ қарулы күштердің түрлері, штабтарының бастықтарын және штабтар бастықтарының біріккен комитетінің төрағасын тағайындайтын ел президенті болып табылады.